Атым Дәурен Құдайберген. Бұл кітап негізінен ағылшын тілінен аударылған, негізінен орысшаға. Кейбір кітаптар болады, аудармасы түпнұсқадан артық болмаса кем түспейді. Осы туындыны Ричард Осман «Клуб убийств по четвергам» деген кітабын оқыдым. Бұл жерде төрт достық бір-біріне деген қарым-қатынасы, қиын қыстау заманда қалай әрекет ету керек, қандай сатқындыққа бару мүмкін деген болжамдар мен нақты шаралар баяндалады бұл жерде. Сондықтан бұл кітапта бір қызық жері достар арасындағы күтпеген таңғажайып құбылыстардың кезек-кезек орын алып отыратын адамды таңғалдырады. Бұл кітапты оқуға сіздерге кеңес беремін. Жалпы аударманың ішіндегі шоқтығы биік осы кітапты жатқызуға болады. Рахмет.